Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бізге ең алдымен таза ыдысымызға өте жылы сүт қажет. Сүтті міндетті түрде жылытамыз. Үстіне қант саламыз және 8 грамм құрғақ ашытқы. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Яғни біздің ашытқымыз реакцияға түсу керек. Он 15 минуттан кейін жақсылап және бір араластырып жібереміз. Енді үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Сұйық май, 30 мл сұйық май және 30 грамм ерітілген сары май. Барлығын жақсылап және араластырамыз. Достар, видеоның соңына дейін толық көру үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Енді 450 грамм ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Үстіне тұз саламыз және де 2 ас қасық кукурузный крахмал қосып, жақсылап алдымен лопаткамен жақсылап бір араластырып аламыз. Бір араластырып алғаннан кейін үстіне және тағы 150 грамм ұнды қосамыз. Қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Жақсылап қамыр илеп алдық. Ыдысымызды түбін жақсылап майлап қоямыз. Илеп алған қамырымызды жақсылап ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге жақсылап орап қоямыз. Яғни 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Енді әдеттегідей бетін майлап жібереміз. Жақсылап басып, қамырды ыдыстан босатып аламыз. Қолымызбен жақсылап және бір илеп жібереміз. Яғни қолымызбен домалақтап аламыз. Қамырды теңдей ортасынан бөлеміз. Және бөліп, яғни қамырды 4-ке бөліп аламыз. Әр қайсысын осы видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелектеп аламыз. Бетін жауып, және 10 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырды шетінен алып, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, жұқа етіп жайып шығамыз. Жұқа етіп жайып алдық. Енді қамырды теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді салмасын саламыз. Мен вареный сгущенка қолданамын. Сіздерде сүзбе немесе джем қолдансаңыздар болады. 4 жағына да салмасын салып аламыз. Енді дәл осы видеода көрсетілгендей шетін барлығын бекітіп, қамырды дәл осылай жинақтаймыз. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Барлық қамырмен осылай жұмыс істейтін боламыз.
Формаға пергамент қағазын төсеп, қамырларымыздың барлығын осылай орналастырамыз, және де жұмыртқаның сарыуызын және 1 шай қасық сүт қосып, барлығына жағып шығамыз. Бетіне мак сеуіп шығамыз. Және де әсемдік үшін бетіне миндальный слайсы қойып шықтым. Егер сіздерде болмаса, ол маңызды емес. Енді пешті алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Қызып тұрған пеште 25-30 минутта 150-180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің бұл ішкелеріміз әдемі болып пісті. Өте дәмді болып шығады, достар. Сіздер де жасап, дайындап көрсеңіздер болады. Арасы да мінекей қазір бөліп көрсететін боламын. Толықтай барлығы пісіп шығады. Достар, менің арнамды жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Уақытыңызды бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.